Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайында разрыхлитель дайындаймыз. Ол үшін алдымен кукурузный крахмалды аламыз. 12 шай қасық кукурузный крахмалды ыдысымызға саламыз. Кукурузный крахмалдың орнын қарапайым үйдегі ұнмен ауыстыруымызға болады. Енді 5 ас қасық ас содасын саламыз. Ас содасының әсерін арттыру үшін лимонный кислота қосамыз. Лимонный кислотаны алдын ала кофемолкадан өткізіп аламыз. 3 шай қасық лимонный кислотамызды қосып жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ескерте кететін жағдай, сіздердің араластыратын ыдысыңыз, қасығыңыз, сақтайтын банкыңыз барлығы құрғақ болуы қажет. Міне әр үйден табылатын, оңай заттардан әзірленетін қоспамыз дайын болды. Дайын қопсытқышты өздеріңізге ыңғайлы кез келген ыдыста сақтасаңыздар болады. Толық мағлұматты описанияға жазып қалдырам.